Тағы да ассалаумалейкум. Қай-қайсысына қандай өлшемде бердің. Жаңағы көрсеткені қандайлары ашты, қандай бітті. Мен жетпей қалып, мынаумен тола бердім. Сосын жаңадан әкеп салдым. Мынау дәл жетті, бітіп қалды. Бұл негізі бұл екеуі айтылған кішірек бұқаларға беріледі деп. Мынау трикалцивиттен аз ғана қалды. Ас содасынан біреуі бітіп, екіншісі мынандай болды. Резмелер. Тұз мынандай қалды. Енді қандай бұқаларға қандай бердім деген кезде мына үлкен бұқалардың бәріне алдына қасықпен сап қойдым. Мыналармен жеп жатыр. Бұны қай кезде бердім дегенде әзір азанғы несін жеп жатыр? Соя сабанын. Соя сабан, міне тәбеті жақсылар, соя сабанында витамин де жеп болды. Кешегіден қалған аз жем болады түбінде, соның үстіне салам. Соны жейді міне. Ал үлкендердің бәріне жаңағыны бердім. Ал енді кішіректеріне мынаған, мына екеуін бердім. Мынаған бердім. Джеки Чанға бердім, Трослиға бердім. Мына екеуіне бердім мысалы. Мына екеуіне мындай қымбатырақтарды бердім. Міне, мыналар деген нанша жеп бітірді. Ал мына үлкендері күйі жақсылар, негізі бұлардың витамині толық деген сөз. Бұл көп жемейді. Өйткені бұлар семіз, витамині толық. Мыналар да жақсы жеген жоқ. Енді бұның витамині азайғанын қалай білесіз? Ең маңыздысы сол. Негізі білсеңіз, витамині азайдау дегенде берсеңіз болады. Сіз суарғанда, жем салғанда, яғни үстін тараған кезде, бұқа сіздің үстіңізді жалап, болмаса астауын жеп, темірді жеп, көзіне не көрінсе соны жегіштесе, оның кальций, бор, солар кем болды. Сосын мыналардан қорқудың түк керегі жоқ. Мысалы, сіздің балаңыздың, жаңа туылған нәрестеңіздің шашы аз, буыны бос болса, сіз не бересіз? Кальций бересіз. Міне, бос екеуі негізі кальций, мынау да кальций. Сосын тұзы аз болса, йодомарин бересіз. Біз малға йодомарин емес, тұз береміз. Тұзы аз болып мұрнынан су ақса бұқаның, яғни тұз береміз. Қалғандары солай. Бұл жерде қолданылып жатқандардың бәрі мал дәріханасында сатылған, чектелмеген, яғни малға арналып, зерттеліп жасалған. Бұны беруден ешқандай қорқудың керегі жоқ. Бұл жерде допник емес, сосын гормондық дәрілерге емес, малға аса зияны жоқ. Тек қана керекті витаминдер. Яғни Қытайдан келген қазақтар үшін айтылып айтқанда, бұл ешқандай жесу емес. Яғни гормондық дәрілер емес. Видеомыз осымен тамам. Біткендер мұсырға қалады. Асқандарын жинап, складыма, жемқанама апарып тастайын. Сіздермен болған Таңжарық Шотайұлы. Видео ұнап жатса лайк басып, коммент, пікір алаңына пікір қалдырып, және мал борлап жүрген, енді борлайым деп жүрген кісілерге видеоны таратыңыздар. Себебі білсін, көп адам қандай витамин береді, қай кезде береді, витаминді не үшін береді, қандай кезде береді мысалы. Жаңа айттым, мал жемді жақсы жемей, іші ағып, мұрнынан маңқас ағып, көзіне не көрінсе соны жегіштесе, ол керек. Демек, ол жемнен керекті қоректігін ала алмай тұр. Жемнің құрамында жоқ нәрсе оның денесіне керек болып тұр. Яғни кальций, боры, басқа да витаминдер кем болып тұр. Оны қалай толықтайсыз? Осындай сырттай бересіз. Яғни ол басқа нәрсені жегіштеген тоқтағанша толықтайсыз. Жем, киім жегіштегенше, көзіне көрінген шипагатты жегенше, темір, ағаш не болса соны кемірсе, соны тоқтағанша бересіз. Тоқтағаннан кейін сізде тоқтайсыз. Содан кейін жалғасты жемдей бересіз. Қайтадан жаңағындай витамин азайса қайта бастайды. Сөйтіп қайталай бересіз.